Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Алдындағы видеода да айтып кеткендегідей, бүгінгі видео микросхемалар платалардың ішінен шыққан қызықты, пайдалы бұйымдармен таныстыратын боламыз. Қарап отырсаңыздар, мынау аяқты қараңыздар достар. Аяқты қарасаңыздар, сары домалақ, одан кейін 3 аяғы шығып тұр. Бұны қазақша алтын аяқ дейді, орысша золотая ножка дейді. Мына шығып тұрған 3 сары сым, бұлар алтын болады. Процентіне алтындар. Және де мынаны көрдіңіздер ғой. Мынаның басындағы екі несін тоже процентіне алтындар болады достар. Бұндай көп, мына золотая ножка, мынау да золотая ножка, мына золотая ножка. Мынау не деп сұрап отырсаңыздар, мына достар, микросхеманың ішінен шыққан жаңағы бұйым бар. Мыналардың ішінде процентный палладий деген темірдің түрі болады. Ол палладий жайлы келесі видеода түсіретін боламыз, келесі видеода айтатын боламыз достар. Палладий жайлы. Және де достар, қараңыздар, мына платаға. Көрдіңіздер ме достар? Мынау тұрған бәрі алтын аяқ достар. Санап жесек те болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, осындай қызықты әрі пайдалы видеоны жіберіп алмас үшін менің Виталиус YouTube каналыма қосылып, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер.